Пайғамбардың жүрегінен таза артық жүрек. Қаншама мүшриктер 13 жыл бойы пайғамбарымызға азар берген кезін біреуін не істеді ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, барлығын не деді? Меккені ашатын күн бәрін кешіріңдер деді ғой. Бүгін мен Юсуф пайғамбар қауымына не айтты бауырларына? Мен соны айтам, барлығын кешірілдіңдер деді. Өйткені барлығы жүгіріп шықты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам алдынан. Алланың елшісі, біз саған 21 жыл бойы зарар бердік деді. 21 жыл бойы. Енді біздің жазамыз не болады деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не болады деп ойлайсыңдар деп өздерінен сұрайды. Сен туыстық қарым-қатынасты сақтаған ең рақымдысың ғой біздің арамыздағы деп еді. Онда мен бүгін рақымшылық жасайын барлықтарыңызға деп. Көрдіңіз ба? Міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам барлығына рақымшылық жасап кешіріп жіберді меккеліктердің барлығын. Оған зиян істегендердің барлығы. Олардың ішінде кімдер бар? Таифтықтар да бар. Айша анамыз пайғамбарымыздан сұрайды. Меккедегі ең ауыр күнің қайсысы деген кезде Таиф күні деп көзіне жас алып қалатын болған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Әйелі қайтыс болды, көкесі қайтыс болды, қауымынан таяқ жеп, ана жақтағылар, Таифтағылар көмектесетін шығар деп Таифқа барып еді. Таифтағылар әдемі күтіп алды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Не деді? Құдай жетісіпті деді ғой. Сені пайғамбар қылып таңдаған болса, Мұхаммед, Құдай қатырмапты онда деді. Сенен де әжептәуір кісілер бар ғой мына жақта деді. Урва ибн Масғуд бар, ана Меккеде Халидтің әкесі бар, Валид ибн Валид. Солар саған қарағанда более-менее нормальный ғой, сен қақтан пайғамбар бола қалдың деді. Құдай қатырмапты деді. Екіншісі айтады дейді, сені Құдай пайғамбар қылып таңдаған болса, Қағбаның жыртысын жырт тастапты онда деді. Үшінші айтады дейді, Мұхаммед, мен саған сенейін не, сенбейін не, екі қой бір теңге дейді маған. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, онда қауымдарыңа рұқсат етсеңдер, мен кіріп уағыз айтып шығайын деді. 10 күн бойы Таифтың ішіндегі бүкіл үйдің барлығын аралап, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллаға шақырған кезінде бірде-бір үй қалмаған, бірде-бір үй қабылдамаған. Соңында ана жендеттерді жалдап, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таспен атқылады. Білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол кезде жарылмаған жер қалмады. 4 километр, 4 шақырым бойы таспен атқылаған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. 4 шақырым бойы. Ойлаңыз, кішкентай 10 метр, 20 метр атып атып жіберсе жақсы ғой. 4 шақырым бойы ізінен қуып отыр, қасындағы Зайд ибн Хариса екеуін анау Утба мен Шайбаның бағына кіргенге дейін қуып барған. Баққа кіріп, қан жоса үсті басының бар. Ана Утба мен Шайба мүшриктер бұл Меккенің. Аяп кетеді ана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кезінде бірге жүрген жолдастары ғой пайғамбарлыққа дейін. Сонда айтты, Аддас, анаған бір жүзім апарып берші, қасқа түрі аянышты болып кетті ғой дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кірген бойда дұға қылып жатты. Ей Раббым деді, жүзім баққа кірген кезде. Раббым, мен сенің берген аманатыңды өтей алмай жатқан болсам, мен жазғыра көрме деді. Мен қолымнан келгеннің барлығын жасап жатырмын деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жылайды, жүзім бақта білесіздер ғой барлығыңыз қиссаны. Сонда жаңағы жүзімді апарып Аддас берген кезде бисмилля деп жеп, сен бисмилля қандай бұл сөз? Бұл жердің қауымы айтпайды ғой бұны. Сонда өзің қаяқтан істейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы қызметшіге, Аддас деген. Мен Нинев адаммын дейді, Нинев адам. Анау Каспий теңізінің оңтүстігінде Ирак жақта. Менің бауырым Юнус ибн Мәттаның ауылынан екенсің ғой, Юнус пайғамбар. Жүніс дейміз ғой қазақша. Жүніс пайғамбардың ауылынан екенсің ғой сен дейді. Сонда сен Юнусты қақтан танисың дейді. Ол да кезінде пайғамбар болған, мен де қазір пайғамбар болып жіберілдім. Жүніс пайғамбар білесіздер ба? Кит балық жұтып кететін теңіздің астына қарай. Сонда ана Аддас пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қан болған бәшайынан бастап маңдайына дейін сүйіп шықты дейді ғой. Анау Утба мен Шайба бар ғой, мүшрик ненің жүзім бақтың иелері. Бергел Аддас деп айтты. Бергел, не істеп жатсың сен? Анау жүгіріп келеді, не болды қожайын? Мұхаммед, мен сені 10 секундтың ішінде улап тастады ма дейді сөздеріне. Олай деп айтпа дейді. Мына жердің бетін басып жүрген ең абзал жан мынау дейді Алланың елшісі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сен де бітіпсің ғой дейді жаңағы. Сонда Аддас сол жерде исламды қабылдап жіберген екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында 3 минутқа жетер-жетпес уақытта исламды қабылдап тастаған екен. Міне сол жерден шығып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Қорнул Маназил деген жерге жеткен кезде Жабраил алейхиссалам менен тау періштесі келді. Жабраил алейхиссалам жанында тау періштесі бар. Не деді? Ей Мұхаммед, Алланың елшісі, Алла сенің жүзім бақтағы дұғаңды естті, жауап ретінде таудың періштесін жіберді. Ассаламу алейка я Расулаллах. Ей Алланың елшісі, саған сәлем болсын. Мурни, маған бұйрыш болды дейді. Тауларды аламда Таифтың үстіне қоя салам дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Ақшабайын дейді ғой, екі тау. Екі тауды аламында не істеймін дейді, Таифтың үстіне қоя салам дейді. Тау періштесі деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты дейді? Екі тауды тағы да қосып үстіне үлкен ұлы тауды қойып, не істеді десем, қоя сал деп айтты дейді жаңағы. Таифта отыр едік қой, бір қажекең айтады. Мен айтам, қажеке, сіз ниетіңізді көрсетіп қойдыңыз, машалла. Ол сіз бенен менің жүрегім деп атында, жының келген кезде істеп тастағың келеді да сол жерде бәрін. Жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ондай емес. Не деді?
бара бер деді сен. Тау періштесіне айтты, бара бер деді. Бұл жерден ертең Аллаға иман келтіретін адамдар шығады дейді. Міне, көрдіңіздер ме? Көркем мінезбенен жүректің тазалығының нышаны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям болған. Көрдіңіздер ме? Жаңағы өзі сұрайды, сахабалар сұрайды, ой Алланың іші көркем мінез деп айта бер. Не ол көркем мінез деген кезде айтпай ма? Көркем мінез деген деді, бармағанға баруың деді. Үзгенді жалғап тастауың деді. Үзіп тастаймыз ғой кейде. Вообще араласпаймын бұдан кейін онымен. Болмайды ол. Бұл көрмегенім өмір бақи сен болсын дейді. Көр сен оны барып иншалла. Кімде кім үзсе дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Алла одан рахымын үзіп тастайды дейді. Досыңнан, бауырыңнан, ағайыныңнан, көршіңнен барды келдені үздің бе, Алланың рахымы сізден үзіліп қалады, құрметті жамағат. Көркем мінез деген осы, үзгенге жалғауың деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бермегенге беруің деді. Ал керек па? Ең қиын осы. Ол берген жоқ. Неге мен берем? Бересің, өйткені пайғамбар берген солай. Мұсылмансың ба? Жүрегіңді тазалап жүрген пайғамбардың сүннетімен, пайғамбардың сүннетімен жүресің ба? Онда бересің сен. Көрдіңіз ба? Және не деді? Зұлымдық жасағанды кешіруің деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Міне, 3 сипат көркем мінездіктің шыңын көрсетеді. Кімде мына 3 сипат болса, ол иншалла пайғамбардың жанында, жәннатта дастарханда отырады. Қасында Омар бар, Абу Бәкір бар, ана пайғамбарлар бар. Барлығына Алланың рахымы болсын, разылығы болсын.